Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін сіздермен бірге өзгеше дайындалатын самса әрі суп ретінде де ішетін өзгеше самса дайындайтын боламыз. Ал міне самсаның ішінде еттің сулары шығып, өте дәмді болған. Үйде жасап көріңіздер. Ыдысымызға бір жұмыртқамызды салып аламыз. Тұз керегінше. Екеуін араластырып, үстіне 400 грамм су құямыз. Тағы да араластырып аламыз. Енді үстіне ұнымызды салып, 100 грамм сармайды ерітіп, оның үстіне құямыз. Енді барлығын араластырып, қамыр илейтін боламыз. Ал міне қамырымыз дайын. Енді пакетке салып, кішкене тындыратын боламыз. Енді ішіне салмасын дайындаймыз. 500 граммдай етімізді қатты майдалау емес, орташа етіп турап аламыз. Ал етімізді турап алдық. Енді ыдысымызға салып аламыз. Екі картопымызды 4 бұрыштап турап аламыз. Картопымызды да еттің үстіне салып аламыз. Ал енді бір үлкендеу пиязымызды майдалап турап аламыз. Пиязымызды да салманың үстіне салып аламыз. Енді үстіне тұз 1 қасық, 1 қасық қара бұрыш, 1 қасық кориандр, 1 қасық зіре, паприка салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Ал енді үстіне кішкене су құйып, бетін жауып, холодильникке 1-2 сағатқа қалдырамыз. Ал енді тестамызды дайындайтын боламыз. Ал мұны қамырымызды енді бөліктерге бөліп аламыз. 2-3 бөлікке бөлетін боламыз. Бір бөлігі таразға тартып істесеңіздер, барлық самсалардың көлемі бірдей болады. Мен үлкен бөлігін 100 грамм істедім. Үстінде крышка қақпақ бөлігін 40 граммнан істедім. Үстіндегі кішкентай бөлшегін қалауларыңыз бойынша істейсіздер. Ал қамырларымызды дәл осындай домалақтап етіп, бетіне пакет жауып, 10-15 минутке демалтырып аламыз.
Ал бір үлкен бір кіші қамырымызды алып жайып аламыз. Ал қамырларымызды дәл осылай етіп жайып аламыз, екеуін де, бірі үлкен, бірі кіші етіп. Мынандай үлкен пияламызды алып, үлкен қамырымызды ішіне саламыз. Жан жақтарын әдемілеп дұрыстап, енді ішіне салмасын салып алатын боламыз. Мен салманы үлкен қасықпен 2 қасық салдым. Негізі 3 қасықтай салуға болады екен. Жарты кішкене кусок сары май, сосын помидор, 1 бөлек помидор салып алдым турап. Енді үстіне кіші қамырымызды қойып, жан жағын бір-біріне жабыстырып шығамыз. Ал міне осылай жабыстырып шығып, самсаны бүккендей жанын әдемілеп тұрып, осылай бүгіп шығамыз. Ал міне енді самсамызды дәл осылай алып алып, енді листімізге қойып аламыз. Дәл солай барлық қамырларды жайып, барлық самсаларды солай түйіп алатын боламыз. Самсаларды листімізге теріп, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, барлығына жағып шығамыз. Ал міне барлығына жұмыртқаны жағып шықтық. Енді үстіне ақ седананы сеуіп, 200 градуста 45 минутқа пісіріп алатын боламыз. Ал міне самсаларымыз пісіп шықты. Ал достар, кешкі асқа жасап көріңіздер, өте дәмді, өзгеше самса. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, комментарий, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымнан тағы да қандай рецепттер көргілеріңіз келеді, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Міндетті түрде орындайтын боламын.